Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге ақерке каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны бас қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, балалық шағымыздың дәмін еске алатын сочниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай шұңқыр ыдысымызға ұнды електен өткізіп шығамыз. Содан соң 2 ас қасық қантымызбен жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Одан соң иісті әдемі болып шығу үшін ванилинді қосып, артынша 1 шай қасық разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын жақсы араластырып болған соң, мұздатқыштан шыққан сары майымызды немесе маргаринді осылай салып, қолымызбен үйкелеп, крошка болғанша жақсылап езіп шығамыз. Мінекей осындай әдемі крошка болып шығады. Енді осы қамырымыздың ортасын шұңқырлатып, 1 жұмыртқамызды, одан соң қаймағымызды саламыз. Енді осындай асханалық күрекшенің көмегімен кішкене араластырып, одан соң қолымызбен қамырды илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын өте жағымды әрі жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды целлофановый пакетке салып, мұздатқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбенің үстіне осындай 2 ас қасық қантымызды, одан соң жүгері крахмалы мен ұнымызды 1 шай қасықтан саламыз. Одан соң осындай жұмыртқаның ақуызы мен артынша 1 ас қасық қаймағымызды салып, барлығын жақсылап шанышқымен араластырып шығамыз. Үстінен жақсылап езіп шығамыз. Егер де сізде блендер болатын болса, блендермен де осылай езіп шықсаңыздар болады. Мінекей сүзбелі салмамыз да дайын, осындай пюре секілді консистенцияда болады. Ал қамырымызды мұздатқыштан шығарып, осылай қолымызбен үйкелеп, формасын келтіріп, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Ал енді осындай туралған қамырларымызды алақанымызбен шарик тәріздес формаға келтіріп, тақтайшаның бетіне қойып қоямыз. Мен сочниктерді қатты үлкен емес, қатты кіші емес, орташа размермен жасайтын боламын. Сондықтан менде 20 дана шықты. Қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Одан соң жан-жақтары біркелкі болу үшін мен асханалық кәдімгі кружканы пайдаландым. Сол кружканы үстіне басып, жан-жағындағы артық қисық формадағы қамырларды алып тастайтын боламыз. Тағы да бір ескертетін жайт, салмасын салатын кезде астындағы формасын көптеу ғып алып, үстінен кішкене ғана басып қоямыз. Классикалық рецепт бойынша солай жасалады. Мінекей енді сочниктерімізді форманың үстіне пергамент қағаз төсеп,
сосистеріміздің бетіне жұмыртқаның тек қана сары уызын жағып шығамыз. Сіздер осы күйінше пешке сала берсеңіздер болады, немесе мен секілді әсемдік үшін осылай шанышқымен формасын келтіріп сызыңқырап шықсаңыздар болады. Пешімізге 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған сочниктерімізді толықтай суытып аламыз, содан соң барып осылай қант ұнтағымен әсемдеп шығамыз. Негізі сочниктерді толықтай суыған кезде жеген абзал. Осымен сочниктеріміз дайын. Қараңыздар, қандай жұмсақ, нәзік, ал ең бастысы өте дәмді болып шығатын рецепттердің бірі. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.